Адамзаттың ардақтысы. Уа Алланың елшісі, жүрегіміздің ең төрінен орын бердік саған. Міне, 1 жасқа толар толмас кезің еді. Ми қайнатар шіліңгір ыстық күн. Адамдардың барлығы жаңбыр тілеп дұға етуде. Бір шөкім бұлт қана сені өз панасына алып жүр. Оның міндеті саған сая болу. Саған сүт ана болам деген тірі жан көрінбейді. Әкесіз жетімекті емізгеннен не пайда табамыз деп ешкім сені алмады. Сол кезде Халима сені аналық мейіріммен құшағына алып, бауырына басты. Сен де сүт анаңа қарап, жай ғана жымидың. Міне енді жұрттың асыға күткен жаңбыры да сіркірей бастады. Бірақ оның сенің ғана құрметіңе жауғанын ол күні ешкім білген де жоқ, сезген де жоқ. Әй, Алланың елшісі, сен 6 жасқа келдің. Нұрлы Мәдинаны бетке алып жолға шықтың. Қасыңда әзиз анаң Әмина мен Үммі Айман. Әкең Абдулланың қабіріне таяғанда, бала жүрегіңмен жетімдіктің мұңын сездің. Дала үнсіз, айнала тып-тыныш. Кенет аяңдап келе жатқан аяулы Әминаның сырқаты үдей бастады. Абуа деген жерге келгенде тіпті бүк түсіп құлап қалды. Сонда жан анаңның басын сүйеп отырып, егіле жыладың. Ал анаң болса, сен әперген суды 1-2 ұрттады да, жүрегіне толған қимастық қасіретін саған білдірместен, сенің нұр жүзіңе мейірлене қарай берді. Тіке келген ажалдың алмай қоймасын сезген соң, бар күшін жинап, былай деді. Уа, Абдулланың ұлы, көрген түсім рас болса, сен бұл ғаламға жақсылық пен жамандықты ажыратып беретін рахым пайғамбары боласың. Алла алдыңнан жарылғасын. Амал нешік? Дүниеге келген жанның уақыт сәті толғанда, түп мекеніне қайтпасына лажы жоқ. Енді мен де келместің кемесіне мінем. Кім біледі, менен бақытты жан жоқ шығар. Өйткені мен дүниеге 2 дүниенің мақтанышын әкелдім. Қош енді, қош бол балапаным, құлыным менің. Меккеге жалғыз анаңнан да айырылған жетім күйде кірдің. Әй, Алланың сүйікті елшісі, Меккенің ойнап жүрген балалары өз шешелеріне ана дегенде сен қандай күй кештің екен? Неше түнді сол азиз жанды сағынумен ұйқысыз өткіздің. Меккеден Мәдинаға ескен желдер сенің мұңға толы жастарыңды неше рет анаңның қабіріне жеткізді. Уа, Алланың елшісі, сен міне 25 жасқа келдің, ешкімге ұқсамайтын дара шынар боп жайқалдың. Жұрт саған Мұхаммедул Әмин, ең сенімді Мұхаммед деп қарады. Әрбір сөзің саған деген сенімді ұялатты. Уа Расулалла, 33-35 жасқа толған шағың. Жер беті күнә қараңғылығына тұншығуда. Адамдар өз қыздарын тек қана қыз болып жаралғаны үшін тірідей жерге көмді. Жыртқы шаңдар да мұншалықты зұлымдыққа бара алмас. Адамды адамдықтан бездіретін қуарақ судай шілді.
ар-намыс аяқ асты болып, тыр жалаңаш еркек әйелдер қағбаны айналды. Ойнастық, ашналық, зина күнәсі көбейді, үлкенді үлкен, кішіні кіші демейтін уақыт келді. Ұрлық қарлық, кісі өлтіру елді әбден қаждып бітті. Естімес, көрмес, меңіреу пұттарға ессіз табынып жүргендер қаннен қаперсіз күн кеше берді. Күндіздің өзі қара түнек қараңғылыққа айналды. Міне сонда бүкіл дүние, барша болмыс тыныс алмай, саған пайғамбарлық келуін күтті, жақсылықтың жаршысын күтті, ғаламдардың рахым нұрын күтті, Алланың ең сүйікті құлын, пайғамбарлардың ең соңғы мөрін күтті. Уа Расулалла, міне сен 40 жасқа толдың. Алла тағала да, бүкіл періштелер де, күллі жаратылыс та саған салауат айтты. Сен Алланың елшісісің, ардақты пайғамбарсың. Соны біліп тұрып, замандастарың сені неге ренжітті? Уа Алланың елшісі, неге сені қайғы қасіретке ұшыратты? Ал сені саған қымбат туған жеріңнен кетуге мәжбүрлеген кімдер? Жоқ, олар сені пайғамбар еткен, жетім күйіңнен панасына алған. Ұлы Алланы танымайтын еді, білмейтін. Білсе солай жасар ма еді? Олар сені жынды деді, сен сабыр еттің. Сиқыршы деді, сен тағы да үндемедің. Ойдан сөз шығаратын ақын деп көлгірсігендер болды, оларға да ләм-мим демедің. Уа Алланың елшісі, Мәдинаға барған кезіңде ол жақтың елі сені қатты жақсы көрді. Сол кезде сен де, Алла куә, мен де сендерді жақсы көрем деп жауап қайтардың. Бүгінгі үмбетің де сені жақсы көреді, қатты жақсы көреді. Уа Алланың елшісі, Алланың игілігімен сәлемі саған болсын. Бұл дүниенің жаратылыс мақсатын сенен білдік. Аллаға және ақырет күніне иман келтіруді, құлшылық жасауды сенен үйрендік. Мына жалғанның сынақ екенін сен үйреттің. Жалғанның артынан мәңгі өмір бар екенін ұқтырған да өзіңсің. Баланың әкеде, әкенің балада, ерлі зайыптының бір-бірінде ақсы бар екенін сен жеткізбесең қайдан білер едік? Бұл дүниеде әркімнің де атқарар міндеті бар. Уа Алланың елшісі, сен бүкіл жаратылыс бітіміңмен бізге жіберілген үлгі өнегесің. Сенің мінезің тұнып тұрған Құран еді. Қасиетті Құранда қандай жақсылық аталса, соның бәрі де сенің тал бойыңнан табылды. Уа Алла тағалам, біздің сүйікті пайғамбарымызға бүкіл жаратылысыңның санындай сәлемімізді жеткізгейсің. Саллаллаху алейхи вассалам.